достар, бүгінгі биологияда өтетін тақырыбымыз ол тірі ағзалардың өзара қарым-қатынасының яғни типтері болып табылады. Жәнегі осы сабақта күтілетін оқу мақсаты, яғни осы оқу мақсатын қамтуымыз керек. Тірі ағзалардың өзара қарым-қатынас түрлерін сипаттау. Яғни осы сабақта күтілетін нәтижелерге тоқталатын болсақ, яғни биоценоздағы түрлі түрлер арасындағы биотикалық қарым-қатынас түрлерін атауымыз қажет, және түраралық қарым-қатынастардың екі ағзаға оң, теріс және бейтарап әсерлерін яғни түсіндіреміз, және осы бәсекелестік, жыртқыш құрбан және симбиоздық қарым-қатынастарды сипаттайтын боламыз. Осы сабақтың тірек сөздер болып табылады. Және де экожүйедегі популяциялар арасындағы жүретін тура және жанама қарым-қатынастарға тоқталатын болсақ, ол экологиялық қуыс және биотикалық қатынас деп бөлінеді. Экологиялық қуыстың яғни анықтамасына келетін болсақ, ол түрлер мекен ортасы мен қорегін табады және сондай-ақ басқа түрлермен қарым-қатынасқа түседі. Ал биотикалық қатынастың анықтамасын тоқталатын болсақ, ол экожүйедегі қатынастардың бәрі биотикалық қатынастарға жатады және екі түр арасындағы қарым-қатынас оң, теріс және бейтарап болып табылады. Осы биотикалық қатынастың түрлері болып табылады, яғни бәсекелесу, жыртқыш құрбан, симбиоз. Бәсекелесу дегеніміз яғни екі тараптан да теріс әсерлердің болуы. Жыртқыш құрбанға келетін болсақ, бір тарапқа оң, екінші тарапқа теріс нәтижені күтіледі. Ал симбиозға келетін болсақ, екі тарапта оң нәтиже алады. Осы яғни африкалық мысалы саваннада осы жануарлар мекен етеді. Осылардың арасында көптеген экологиялық қуыстар, мысалы бір экологиялық қуыс болып табылады. Түр аралық бәсекелестік, яғни бір экологиялық қуыста қорек үшін, су үшін, территория үшін, яғни күрестер болуы мүмкін. Бұл яғни бәсекелестік, яғни екі түрге де теріс ықпал етеді және жыртқыш жануарлар өз территориясын несеп және бездерінен бөлінетін иісті заттар арқылы белгілейді. Бұл жыртқыш құрбан, яғни жаңағы бұның бір неге оң әсер болса, екінші жануарға теріс әсер болады. Бір түр жыртқыш, екінші түр құрбан болып табылады. Жыртқыш үшін пайдалы, құрбан үшін зиян. Өсімдік қоректі жануарлар да жыртқыш рөлінде. Құрбан түрлерге қорғану үшін бейімдеушіліктер белгілер қалыптасқан. Мысалы, осы суретте арыстан бізде жыртқыш болып табылса, екіншісі бұл құрбан болып табылады. Бұл симбиоздық қатынастар, яғни паразитизм, комменсализм, мутуализм. Паразитизмге тоқталатын болсақ, паразит қожайын ағзасындағы дайын органикалық заттармен қоректенеді. Ол паразит үшін яғни да оң нәтиже, ал қожайын түрі үшін бұл зиян, яғни теріс нәтиже болып табылады. Комменсализмге тоқталатын болсақ, бұл бір түр үшін яғни оң әсерін береді, ал екінші түрге бұл қатынастың ешқандай әсер болмайды, яғни нейтралдылық түрде қалады. Ал мутуализмге тоқталатын болсақ, мутуализм қатынастар екі түр үшін де пайдалы болып табылады. Яғни бір түрге де екінші түрге де оң нәтижелерін береді. Бұл яғни паразитизмнің түрлеріне мысалдар. Мысалға, масаның адамдарға осылай қанның соруы, саңырауқұлақтардың ағаштарға несеуі. Бұл комменсализмге мысалдар, яғни арамтамақтық, дастархандастық, пәтерлестік. Осы суреттерде яғни комменсализм мысалдары келтірілген. Бұл яғни екі түрге де пайдалы болып табылатын мутуализмге мысал болып келеді. Мысалға, араның гүлге қонуы, ол бір жағынан сол гүлді тозаңдандырып отырса, екінші жағынан ара өзіне яғни нектар жинап отырады.